Барша қазақстандықтар үшін ескерту, доллар жинап жүргендер көрсін. Шұғыл ақпарат тарады. 18 қарашадан барлығы басқаша. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Закон KZ 2025 жылдың 18 қазандағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды. Қазақстан ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар 537,84 теңге, евро 626,85 теңге, рубль 6,79 теңге. Астана доллар бағамы орташа сатып алу 535,5 теңге, сату 540,8 теңге. Евро бағамы орташа сатып алу 625,2 теңге, сату 633,3 теңге. Рубль бағамы орташа сатып алу 6,60 теңге, сату 6,75 теңге. Алматы доллар бағамы орташа сатып алу 535,7 теңге, сату 538,3 теңге. Евро бағамы орташа сатып алу 627 теңге, сату 631 теңге. Рубль бағамы орташа сатып алу 6,61 теңге, сату 6,73 теңге. Шымкент доллар бағамы орташа сатып алу 536 теңге, сату 538,1 теңге. Евро бағамы орташа сатып алу 624,3 теңге, сату 629,4 теңге. Рубль бағамы орташа сатып алу 6,61 теңге, сату 6,71 теңге. Көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдайды көрсетеді. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.